Қиямет күні дейді, мен күллі адамзаттың мырзасы болам дейді. Ана саййидун наси яумал қиямати. Күллі адамзаттың мырзасы боламын дейді. Білесіңдер ме ол қалай болады дейді, сахабалармен отырған кезінде. Аллах Тағала қиямет күні бір жазық далаға, жерді жазып жібереді. Сол жазық далаға дейді, күллі әуелгілерінде, соңғыларында, кейінгілерінде бәрін жинайды дейді. Адам алейхиссаламнан бастап ең соңғы адамға дейін. Күллісін жинап әкеледі. 50 мың жылға тасталады деген хадис. Күн жақындайды дейді. Сөйтіп адамдар уайымдар мен ауыртпалықтарға душар болады дейді. Бәленбай жылға тастауының хикметінің бірі ғұламалардың түсіндіруінде. Өйткені адам, сен көп өмір сүргің келіп еді ғой жердің бетінде. Көп өмір сүру дегенді көр енді. Көп өмір сүргің келіп еді ғой деген нәрсе. Сонда бәленбай жылда қиналып тұрады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қатты қиналады. Көтере алмайтын жағдайға келеді. Сөйтіп олар бір-біріне айтысады дейді. Біреуге айтайық да, кім Аллаға қарай шыға алады екен Раббымызға? Мына өтінішімізді кім көтере алады екен деп. Сол кезде олардың біреулерін айтады дейді. Адамға барыңдар, ол әуелгі жаратылысы ғой деп. Сонда күллісі олар барып, Адам алейхиссаламның қасына келіп, ей адам, сен күллі адамзаттың атасысың, Раббың сені өз қолыммен жараттым деген, Раббың саған өзінің рухынан үрлеген, сондай-ақ күллі періштелерді саған сәжде жасатқан, мына түрімізді көріп тұрсың ғой, қиналған. Мынаны бұдан әрі көтере алмайтын сияқтымыз. Сен біздің өтінішімізді Раббыңа қарай көтересің бе, болсасың ба бізге? Дегенде Адам алейхиссалам айтады, Раббым маған ағашқа жақындама деп бұйырған еді. Мен тілін алмай жақындап қойдым. Сөзсіз мен қазір өзім деген уайымнан басқаны тани алмаймын. Басқа біреуге барыңдар дейді. Қараңыздар. Нухқа барыңдар дейді сосын. Сосын Нухқа келеді олар. Ей Нух, сен біздің қандай жағдайда тұрғанымызды көріп тұрсың ғой. Раббыңа қарай көтерші біздің жағдайымызды. Болышшы бізге. Өтінішімізді көтерші. Дегенде Нух айтады, сол кезде Раббымның әмірімен болса да жердің бетінде кәпірлерден біреуін қалдырма деп дұға қылған едім. Сол дұғам үшін оялам Раббымнан дейді. Сөзсіз менің қазір бетім жоқ. Тек қана нәфси, өзім деген уайымнан басқаны мен қазір ойлай алмаймын. Менен әрі барыңдар. Басқаға барыңдар. Ибрахимге барыңдар дейді. Сол кезде жаңағылар жиналып Ибрахим алейхиссаламға алады. Ей Ибрахим, сені Раббың өзіне дос тұтқан еді ғой, Халилі деп Құранда атаған еді. Сен бізге болышшы, мына өтінішімізді көтерші Раббыңа. Қиналып кеттік, өте қиналып кеттік, көтере алмай жатырмыз мынаны біз. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтады дейді. Сол кезде мен Раббымның діні үшін кейбір тәсілдерді қолданған едім. Сөзде сол тәсілдерім өтірік айтқанға саналама деп, мен бүгін Раббыма қарайтын бетім жоқ дейді. Сондықтан мен де өзім деген уайымнан басқаны ойлай алмаймын дейді бүгін. Сендер басқаға барыңдар. Сөйтіп олар ары қарай келеді. Олар Мұса пайғамбарға қарай жібереді. Мұсаның алдына келіп, ей Мұса, сен ғой Алла Тағала сені артықшылық берген еді, жолдауын түсірді саған, сондай-ақ сенімен сөйлескен еді. Сен көтерерсің мүмкін біздің өтінішімізді Раббыңа қарай. Көтерерсің мүмкін. Біз қиналып кеттік дегенде Мұса алейхиссаламды айтады. Менің де абайсызда қолым бір кісіге тиіп мерт болған еді. Сөзсіз менде бүгін бет жоқ Раббыма қарай сөйлейтін. Мен тек қана бүгін өзім деген уайымнан басқан уайымдай алмаймын дейді. Сөйтіп ол Исаға жібереді. Иса пайғамбарға қарай келеді. Сонда олар, ей Иса, сен Аллах Тағаланың бол деген сөзінен жаралған едің. Бесікте сөйлеген едің. Иса, сен көтерерсің бізге
Раббыңа қарай біздің өтінішімізді, біз қатты қиналып кеттік, көріп тұрсың ғой жағдайымызды дегенде, Иса да үнсіз қалып, өзім деген уайымнан басқаны ойлай алмаймын мен бүгін дейді. Сендер басқаға барыңдар, Мұхаммедке барыңдар деп. Сол кезде жаңағы адамдардың бәрі маған қарай келеді дейді. Раббым көкейіме салып, олар маған сол өтінішті айтқан кезде мен әлемдердің Раббысының аршысының астына барамын. Сөйтіп сол жерде сәждеге жығыламын. Сосын Раббым менің көкейіме бұрын сонда оны ешкім мақтап көрмеген, дәріптеп көрмеген мақтаулы, дәріптеулі сөздерді көкейіме салады да, мен сол сөздермен мақтай беремін. Қашан Раббым маған, ей Мұхаммед, көтер ғой басыңды, сұрай ғой, сенің сұрағаның беріледі. Болса ғой, сенің болысқаның қабылданады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху тұрып, үмбетіңді жәннатқа кіргізе бер деп, жаңа хадистің ар жағы тағы біразға созылады. Осы жерде қарасаңыздар, құрметті жамағат, пайғамбарымыздың дәрежесі күллі пайғамбарлардың мөрі. Бұл хадиске мына нәрсені байланыстырсақ біз, сіздер түсінесіздер. Үмбет деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям елші болып жіберілгеннен кейінгі адамзат қияметке дейін пайғамбардың үмбеті саналады. Пайғамбардың үмбеті саналғанда бұның қарастырылуы өзі екі түрде. Біреуі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға жауап берген үмбеті, бұл мұсылмандар. Екіншілер жауап бермегендер. Бұл басқалардың барлығы кіреді бұған. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям егер де Мұса тірі болса, маған еруден басқа амалы болмас еді деген. Сондай-ақ мынандай бір хадисінде ант етіп айтады. Валлази нафсу Мұхаммадин биядихи. Мұхаммедтің жаны өз қолында болған Алламен ант етемін. Ла ясмағу би мин хазихил умма яхудийюн вала насраниюн. Осы үмбеттің ішіндегі дейді. Яғни мен елші болып жіберілгеннен кейінгі адамзаттың ішінде қайсысы бір юдей, қайсысы бір насара мен туралы естіп, сүмме ямуту, сосын өліп қалса, валам юъмин бима урсилту бихи, мен жіберілген Құранға иман келтірмесе, илля кана мин асхабин нар, сөзсіз ол тек қана тозақтың тұрғындарынан болады дейді. Қараңыз.